Қайырлы күн қыздар. Бүгін мен мультиваркада дайындалатын өте оңай әрі дәмді пирог дайындаймын. Оған слива қосам және өрігім қалған, сол өрікті де қоссам. Әркім өзінің сүйікті жемісін қосса болады. Оған бізге керегі қант 100 грамм, жұмсақ сары май 100 грамм, ұн 180 грамм, жұмыртқа 2 жұмыртқа керек, және де мына шым-шым тұзбен 1 шай қасық разрыхлитель. Ең алдымен қантты жұмыртқамен езіп алу керек. Қант ергенше екеуін жақсылап араластырып алу керек венчикпен. Енді ертілген, мәні жұмсақ комнатный температурада тұрған сары майымызды саламыз. Сары май сапалы алыңыздар қыздар. Маргарин алмаңыздар, себебі ол организмімізге өте зиян, және де ол шықпайды. Сары май әрі дәмді болады. Ендігі кезекте ұнға біздің қопсытқышпен тұзды қосып араластырамыз. Ұнды мен електен өткіздім. Електен өткізсеңіз, пісіретін тортыңыз, пирогтарыңыз воздушный болады. Яғни көтерілуіне де көп септігін тиеді. Септігін тигізесіздер. Енді осы ұнды жақсылап араластырып болғаннан кейін, мынау массаға, сұйық массаға жайлап қосып араластырамыз. Он менде 180 грамм. Қою қаймақ сияқты болды қамырым. Қамырым дайын. Енді начинкамызды дайындаймыз. Ол үшін өзіңіз ұнататын көкөністерді жуып, жемістерді. Негізінде бұл пирогқа слива жақсы болады. Екіге бөлеміз. Екіге бөліп, сүйектерінен ажыратып аламыз. Жемістерді ажыратып болдық. Енді мультиваркамызды сары маймен жақсылап майлаймыз. Менде қамыр аз, яғни аз көлемді пирогқа болады. Сондықтан түбін ғана жағамын, түбінен ғана. Егерде сіз духовкаға осы пирогты пісіргіңіз келсе, онда ингредиенттерді 2 есе көбірек қып саласыздар. Формамды майлап болдым. Енді қамырымды жайлап саламыз түбіне. Әдемілеп орналастырамыз. Формаға салдым. Енді мынау слива мен өрікті түбіне саламыз, бетіне. Тағы да 2-ге бөліп, яғни 4-ге бөліп салсаңыздар да болады. Өздеріңіз еріктеріңіз біледі. Бәрін орналастырып алдым. Енді мультиваркаға қоямын. Мультиваркаға салдым. Менде Тефаль өте жақсы модель. Енді қараңыздар, суп неге қоямыз? Десертке қоямыз. Десертке қойып 40 минутқа. Және де қазір градусын таңдау керек. — 160 градусқа қойдым, 40 минутқа. Енді күтеміз 45 минут. Мультиваркам өшті. Қазір көреміз піскен, піспегенін. Бұрқылдап жатыр. Піскен сияқты. Қазір таяқшаны салып көреміз. Құрғақ. Иісі бар ғой, сливаның вареньясы сияқты. Мені пісті, әлі ыстықтау болып тұр, аздап вареньяның иісі шығады екен. Өте дәмді. Мен бұны қыста
немен пісіргем, алмамен. Бірақ сливамен, өзінің оригиналдық рецепт сливамен болу керек. Полдникке, болмаса азанда таңертең кофемен, шаймен, айранмен осындай пирог өте жақсы болады. Жасаңыздар, астарыңыз дәмді болсын.